Саламатсыздар ма әлеуметтік желі қолданушылар? Бүгін біз Брайль жүйесі нүктелі беделі харпіндегі ғажайып үйірмесінің 39-шы сабағын бастаймыз. Приборымызды алып, ортасына ақ қағазымызды қондырамыз. Бүгін 39-шы сабағымызда Рим нұсқасындағы 11-ші және 14-ші сан аралығындағы сандарды өтеміз. Приборымыздың жоғарғы оң жағынан солға қарай әуелі 6 нүктемізді салып аламыз. Ол үлгі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жанына римдік нұсқадағы 11 санын жазамыз. Келесі клеткада 4, 6. Келесі клеткада 1, 3, 4, 6. Келесі клетка 2, 4. Дефис қойылады 3, 6. Бір клетка тастаймыз 11 деп сөзбен жазамыз. Бұл 11 саны. О 1, 3, 5. На 1, 3, 4, 5. Бір клетка тастаймыз. Бір сөзін жазамыз. Б 1, 2. Ә 1, 3, 4, 5, 6. Р 1, 2, 3, 5. Және 14-ке дейінгі сандар 12, 4, 6. Жанында клеткаға 1, 3, 4, 6. Келесі клетка 2, 4. Келесі клетка 2, 4. Бұл 12 деген санды білдіреді. Дефис қойылады 3, 6. Және бір клетка тастап 12 деп жазамыз. О 1, 3, 5. Н 1, 3, 4, 5. Бір клетка тастаймыз. 2 санын жазамыз. Е 1, 5, К 1, 3, Ö 1, 3, 4, 5, 6. Астыңғы қатарға түсеміз. 6 нүктемізді салып аламыз. Енді римдік нұсқадағы 14 санын өтеміз. Үлгімізді саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тұсындағы клеткаға 14 санының белгісін саламыз. 4, 6. Келесі клетка 1, 3, 4, 6. Келесі клетка 2, 4. Келесі клетка 1, 2, 3, 6. Дефис қойылады 3, 6. Бір клетка тастаймыз. 14 деген санды сөзбен жазамыз. О әрпі 1, 3, 5. Н 1, 3, 4, 5. Бір клетка тастаймыз. 4 деген сөзді жазамыз. Т 2, 3, 4, 5. Ö 1, 2, 6. Р 1, 2, 3, 5. Т 2, 3, 4, 5. Бүгін римдік нұсқадағы 11, 12, 13, 14 сандарын өттік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.